Hello, hello, my dear friend. How are you? I hope you're fine. Okay, if you are fine, just show me your thumb up. Okay, and say I'm okay. Thumb up, your thumb up, and say I'm okay. Okay, let's start our lesson. Today we have the verb to be in the future tense. Okay, бүгін сабақта сен не біле аласың? To be етістігінің келер шақта түрлеріне. Okay, let's remember. What is it to be? To be, it is бар және болу деген мағынаны береді. To be, бар, болу. Okay, now let's remember English tenses, yeah? Шақтарды еске түсіреміз. Ағылшын тілінде үш шақ бар, иә бізде? Уақыттың үш шағын. Осы шақ, өткен шақ және келер шақ. Осы шақ дегеніміз не? Ол бүгін, қазір болатын әрекетті білдіреді, иә? Өткен шақ, кеше, өткен кезде болған әрекетті білдіреді. Және келер шақ бүгін өтеді тақырыбымыз. Келер шақ ол болашақта болатын әрекет, иә? Болашақта ертең, әрбірінің мысалы, иә? Окей, келер шақ. Енді to be етістігінің келер шағында түрлері қарайық. Окей, бірінші. Өздік естіліктерді еске түскенбіз, иә? I, мен, you, сен, he, ол, ер бала, ер адам, she, ол, қыз, әйел адам, иә? It, ол, жансыз. We, біз, you, сіз, және they, олар. Өте жақсы. Бәрін еске түсірдік, иә? Ал енді қараймыз. Осы шақта to be етістігі түрлері осындай. Am, is, are. Am, is, are. Мысалы, I am. You are. He, she, it is. We, you, they are. Ja, бұны білеміз. Өткен шақта was және were to be етістігінің түрлері, ja? Қарайық. I was, he, she, it was, және we, you, they were болады, ja? Екі түрі ғана was және were. Were ол бізде көпше түрде және жекеше түрінің екінші жағындағы you, сен, were болады, ja? Were. Ал басқалары ол бізде жекеше түрлердің өздік естіліктерінің жанында ол was болады. I was, he, she, it was болады, ja? Енді келер шаққа көшейік, ja? Келер шағымыз ол бізде қандай шақ? Болашақта болатын әрекетті білдіретін, иә? Шақ. To be етістігінің келер шақының түрі осындай. Will be, иә? Екі етістіктен құралып тұрады. Will be. Now be ол бізде will be. Ал енді қарайық, өздік естіліктер қалай тұрады екен, иә? Қарай ғой. Я барлық жекеше және көпше түрлерінің өздік естіліктер жанында бір ғана түрі тұрады, иә? Бірдей. I will be, you will be, he, she, it will be, we, you, they will be, иә? Мысалы, мен дәрігер боламын. Келешекте. I will be a doctor in future, иә? I will be, мен дәрігер боламын келешекте. I will be a doctor in future. You will be a doctor in future. He will be a doctor in future. She will be a doctor in future.
And we will be doctors in future. And they will be doctors in future. Түсінікті деп үміттенемін. Мысалдарды қарайық. Міне айтқан иә. I will be a teacher. Мен мұғалім боламын. She will be a doctor. Ол дәрігер болады. It will be a dog. Бұл ит болады иә. She will be in street. She will be in street. Ол далада болады. We will be pupils. Біз оқушылар боламыз. They will be good pupils. Олар жақсы оқушылар болады. Осындай мысалдарды келді. Ал енді салдырайықшы. Осы шақ, өткен шақ және келер шақ. Осы шақта бірде мағынаны сөйлемдегі қараймыз, иә. I am a teacher мысалы. I am a teacher. She is a doctor. It is a dog. She is in the street. We are pupils. They are good pupils. Енді бұлардың өткен шақтың және келер шақта қалай болады екен салыстырамыз, иә. I am a teacher. Мен қазір мұғаліммін. Енді I was a teacher yesterday мысалы, иә. I was a teacher. Мен мұғалім болдым. She мысалы. I was a teacher. Енді келер шақтар көреміз. I will be a teacher. Мен мұғалім боламын. Келешекте. Көріп тұрсың ба? Айырмашылығын. I'm a teacher. Қазір, now. I'm a teacher now. Мен қазір мұғаліммін. I was a teacher last year. Мен мұғалім болдым. Былтыр. I will be a teacher. Мен мұғалім боламын келешекте. Ал қараймыз келесі. He is a doctor. Ол дәрігер қазір. He was a doctor. Ол дәрігер болды, иә? Былтыр. He will be a doctor. Ол дәрігер болады келешекте. Көріп тұрсың ба? Is, was, will be. Қараш, мына жақта барлығы will be болады, иә? Ол өте оңай. Келер шақта to be етістігінің түрі will be болады. Барлық өздік есімдіктер жанында, иә? Қарамастан. Өткен шақта was және were. Және осы шақта am, is және are, иә? Үш түрі. Осы кестеге жақсылап қарап, есіне сақтам. Окей, ал енді қарайық. To be етістігінің келер шақтағы теріс нысаны қалай құрады екен, иә? Міне, to be етістігі не қосамыз not қосымшасы, иә? Will қалады, иә? Мысалы, міне қара. I will not be a teacher. I will not be a teacher. Мен мұғалім болмаймын, иә? Келешекте. I will not be a teacher. Есіне сақтайық ғой. Бізде not қосымшасы will және be-ның ортасында тұрады, иә? I will not be a teacher. He will not be a doctor. Ол дәрігер болмайды. She will not be in the street. She will not be in the street. Ол далада болмайды. They will not be good pupils. They will not be good pupils. Олар жақсы оқушылар болмайды. Осындай сөйлемдер. Түсінікті ма? Егер сен болмайды десең, болмайды мағына сөзін айтқым келсе, бізге not қосымшасы керек. Қайда тұрады? Will етістігі және be етістігінің ортасында not болады. Ол бізде теріс нысаны. Мысалы, I will be a teacher десек, мен мұғалім боламын. Енді айтсаң, I will not be a teacher.
Men muğallim bolmayman ya. Teris ma'nosi ya. I will be a teacher. Men muğallim bo'laman. I will not be a teacher. Men muğallim bo'lmayman ya. Osmay qur'ondagi teris sanlar. Okay. And now please take your copybook and let's make some exercises, okay? Okay, let's start. First, осы жерде не істеу керек? Сөйлемдерді құру керек, я? Ол бізде белгілі сөйлемдер, я, білеміз. Қалай құраймыз, сен білесің. Okay, next. Бұнда да үштіктен орнына не қою керек? Етістіктерді қою керек. Мағынасына қарай қою керек, я? Қандай етістіктер? Барлық етістіктер. Am, is, are, was, were, will be, я? Мағынасына қарай қою керек. Okay, келесі. Осы екі жаттығуын істеу керек, я? Okay, thank you for your attention. I hope you got everything. You understand the topic of the lesson. And goodbye. See you next time.